Ал біздің гардеробты көруге дайынсыздар ма? Кеттік. Гардероб біздің спальня бөлмеміздің ішінде орналасқан. Спальняды кейін нақтылап тұрып көрсететін боламын. Және гардеробтың ішіне кірмес бұрын мен бір историямды айтқым келіп тұр. Бұрын мама әкеміз бір комнаталы үйде тұрған кезде бір комната. Сол кезде біздің гардеробымыз қытайский пакеттер болатын. Яғни біз бір бұрышқа қытайский пакеттерді бүйтіп жинап, ішінде қыстық киім, көктемдік киімдерді салып, жаздық киімдерді бетінде тұрады, чтобы алуға ыңғайлы болатындай. Вот сол біздің гардероб болатын. Және енді қазір бір керемет сезімде тұрмын. И өзімнің армандағы гардеробты көрсеткім келіп тұр сіздерге. Кеттік, сіздерге жығысты болсын. Армандар орындалады. Ал, қош келдіңіздер біздің гардеробқа, ыстық ұямыздың гардеробына. Байқасаңыздар бір ашық, өте керемет түсті таңдадық. Мынандай ашық көгілдір түс. Және стилі хай-текке де келеді. Және байқасаңыздар мынандай тастары бар. Тоже бір енді өзім сондайды армандаған бір қыздар іске күшті, бір кинодағыдай гардеробым болса, осындай подсветкалар болса, осындай әрбір шкафтары болса, және ең бастысы келсеңіздер көрсем. Былай бүйтіп ашқан кезде менің ылғи жаңағы украшенияларым, солардың тұратын шкафым болса деп армандағым. Және тағы ең күштісін көрсетейін, қыздар лайфхак сіздерге. Мынау айна, көріп тұрғандарыңыз. Қараңыз. Да.